Әйел баласы жас қосқан сайын беттегі түрлі кемістігін жасыру үшін небір амалдарға барады. Бүгінде олардың ішінде кеңінен таралғаны пластикалық ота. Жасы 40-тан асса да 18 жасар жас қыздай көрінетін Айнұр 2 рет пластикалық отаның көмегіне жүгінген екен. Айнұр бізге жас ұлғайған кезде бет терісінің салбырап, босағанын айтып қаралуға келді. Оның беті мен мойнына липофилинг жасауға ұсыныс жасадық. Бүгін ол 2 апта бұрын жасалған отадан кейін алғашқы тексерілуге келді. Послеоперационные раны заживают. Отадан кейінгі жаралар жақсы жазылып жатыр. Әлі де ісік бар. Бірақ 2-3 айда кетеді. Жалпы, сізде бәрі жақсы. Ну, наверное, мне помогло то, что я в прошлом тоже врач. Мен өзім дәрігермін, және де отаның не екенін білемін. Кейбір кезде отадан басқа еш нәрсе саған көмектесе алмайтындығын білесің. Сол уақытта сұлулық үшін құрбандыққа барасың. Тығырықтан шығар жалғыз жол ота болғандықтан мен еш қорыққан жоқпын. Сондай-ақ мен кімнің қолына қайда бара жатқанымды білдім. Жалпы біздің елімізде блефаропластика ең жиі жасалатын отаның түрі екен. Сұлу да жас болып көріну үшін бағасына қарамайтын қыз келіншектеріміз қаншама. В нашей клинике работает... Біздің клиникада 4 хирург жұмыс істейді. Олар күніне 3-4 ота жасайды. Яғни есеппен қарайтын болсақ, 80-ге жуық ота жасалады. Блефаропластиканың бағасы 160-300 мың теңге. Мамопластика 800-1 миллион 200 теңгеге дейін. Бетті тарту 500-700 мың теңге. Осыған дейін мен блефаропластика жасаптым. Өйткені терім өте жұқа болды. Қабағым төмен түсіп тұратын. Айнұр өзінің бүгінгі келбетіне дән риза. Тіпті ота жасаған хирургқа күнде хабарласып, ризашылығын білдіреді екен. Әйел өзіне өзі көңілі толса, өмірге деген құштарлығы артып, жүзі де нұрланып, жарқырай түседі, дейді ол. Прошла уже неделя. Мен апта бойы үйден шыққан жоқпын. Кеше ғана сыртқа шықтым. Түсірілім тобы еш нәрсе байқамады. Керісінше бәрі жағымды сөздер айтып, маған таңырққа қарап жатыр. Қазір аздап ісік бар, бірақ мүлдем ауырмайды. Айнаға қараған сайын мәз боламын. Әлемдік деңгейде жасалып жатқан пластикалық отаны бүгінде отандық дәрігерлер де сапалы жасайтын деңгейге жетті. Бұл бір жағынан денсаулық үшін қажет те шығар. Екінші жағынан сән ішінде пластикалық отаға құмартатындардың саны артып отыр.